Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айзада өте дәмді, әрі жеген кезде қытырлақ болып шығатын, қыста жегенде өте керемет болатын огурциді сіздермен бірге басатын боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Және де менде алдағы уақытта қандай видео күтетіндеріңіз туралы да комментарийға қалдырып кетулеріңізге болады. Ал ендеше біз огурцимізді басуға кірісеміз. Ең алдымен банкілерімізді жақсылап жуып алғаннан кейін осылай булап аламыз. Банкілерімізге барлық бізге қажетті заттарымыздың барлығын осылайша етіп барлықтарын салып шығамыз. Мен қандай заттар керек екенін барлықтарын описание бөліміне қалдырдым. Барлық банкілерімізге бір-бірдей етіп әрбірін салып шығамыз. Мінекей, осылайша етіп салып болғанымыздан кейін огурциларымызды да мінекей дәл осылай видеотағыдай етіп салып шығамыз. Барлық банкілерімізге осылай огурциларымызды салып болғанымыздан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды барлық банкілерге құйып шығамыз. Мінекей осылайша етіп барлықтарын құйып алғанымыздан кейін қайнап тұрған отымызға барлықтарын бір-бір төгіп алып, бүкіл банкідегі суларымызды бір-бір тағы да қайнатып шығамыз. Мінекей осылайша барлық суларымызды төгіп алғанымыздан кейін барлық банкілерімізге тұзымызды салып шығамыз. 2 литр банкімізге 2 қасық тұзды салып шығамыз. Мінекей осылайша барлық тұздарымызды салып болғанымыздан кейін әрбір банкімізге уксусымызды құйып шығамыз. Уксусымызды құйғанымыздан кейін жаңағы құйған суларымызды бір-бір қайнатып алғанымыздан кейін барлық банкілеріміздің үстіне барлығын бір-бірдей етіп құйып шығамыз. Мінекей осылайша барлық банкілерімізді суын құйып алғанымыздан кейін қақпағымызды салып, жақсылап тұрып, орталарына су кетіп қалмайтындай, ауа кетіп қалмайтындай етіп, әдемілеп тұрып, барлық банкілерімізді дәл видеодағыдай етіп жауып шығамыз. Жабу өте маңызды болады, міндетті түрде мұқият
жабуларыңызды сұраймын. Мінекей мен барлық банкілерімді жауып бітірдім. Барлық банкілерімді жауып болғаннан кейін де ешқандай жан-жақтарынан су кетіп тұрған жоқ па? Барлықтарын бір-бір айналдыра көріп шығамыз. Мінекей біздің өте керемет болып шығатын қыстық қытырлақ огурцымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін.